Сәлем, қайырлы күн оқырман. Бүгін сіздермен бризол тамағының рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте ерекше болып шығатын, бір жасағаннан ұқсап шығатын дәл осы бризолды сіздер жасап көріңіз. Рецепті жоғалтпаңыз үшін каналыма алдымен подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Бір дана жұмыртқамызға шекерімізді, қара бұрышымызды және осылай фаршымызды салып, жақсылап осылай араластырып, үйде қанша адамсыздар, соған солай дайындап аласыздар. Әрбір жеке пиалаға дайындайтын боламыз. Бұлай барлығын жақсылап осылай араластырып, бір келкі масса болғанша, міне дәл осылай араластырып, каждый бризолымызға дәл осындай масса етіп дайындап аламыз. Енді осы дайындап алған массамызды табамызға асаға майымыз құйып қыздыртып, осылай бір пиаладағы массамызды бір бризол дайындап алатын боламыз. Дәл осылай бризолымызды құйғаннан кейін вилкамен шет жақтарын жайып, міне дәл видеода көрсетілгендей етіп жайып, бір беті піскеннен кейін екінші бетіне аударып, дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Дәмі өте керемет, әрі тойымды астардың бірі, әрі жасалу жолы да өте оңай. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Қанша граммнан қосқанымның барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Жасап көргілеріңіз келсе, сол жерден қарап, рецепт бойынша жасасаңыздар 100% ұқсап шығатын болады. Міне дәл осы екінші бетін қызартып пісіргеннен кейін бізде барлық жермен дәл осылай пісіп шығады. Енді дайындап алған бризолдарымызды дәл осылай арасына осылай кетчуп майонезімізді жағып, орап, шетінен орап, дөңгелек етіп оратып алатын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп орап алатын боласыздар. Міне дәл осылай кетчуп пен майонезімізді арасына жағып, өз қалауларыңыз бойынша жақпасаңыздар да болады, жақсаңыздар да болады. Мен осылай жағып, шетінен орап, бризолымды осылайша дайындап алдым. Жанына қасына қойғанға картошкадан пюре жасап, және алдына айчичек салатынды дайындап алдым. Достар, міне менің бризол тамағым дайын. Рецепт ұнаған болса сақтап алыңыздар, және видеоны жоғалтпамас үшін каналыма подписка жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.